Достар, сәлем. Осыдан 2 күн бұрын маған Huawei Honor 3 смартфон келген болатын. Міне мына сәлемдеме сол Huawei-мен бірге келу керек еді. Өйткені 2 сәлемдемеде бір саудагерден тапсырыс беріліп, бір күнде жөнелтілген Сингапур поштасы арқылы. Алматыға да бір күнде жетіп, тек Қазпоштаның сұрыптау бөліміне келген кезде екеуі бөлініп, нәтижесінде осы сәлемдеме 2 күнге кешігіп жетті. Жаңа айтқанымдай, бұл смартфон Huawei Honor 3-мен бірге 25 наурызда AliExpress-тегі шопинг фестивалі кезінде тапсырыс берілген. Бір айдан сәл ғана аз уақытта жетті. Меніңше жылдам деуге болады, өйткені сол Алидегі науқан кезінде әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген тапсырыстар беріліп, пошта қызметінің жұмысы біраз қиындайтыны анық. Сонымен бұны ашып көрейік. Мінекей алдыңғы Huawei-дегі комплект сияқты бұл жерде де тура сондай сыйлықтар. Дәл сол сияқты мінекей смартфонға арналған чехол бампер. Дәл сондай сапада. Мінекей және қорғаныш пленкасы және смартфонымыздың өзі. Мінекей қорапшасы мынандай қоңыр түсте. Мінекей Қытай тілінде смартфонның сипаттамалары көрсетілген. Ашып көрейік. Мінекей смартфонымыз. Қолға сондай ыңғайлы, әрі салмақты. Батырмалары да дәл Huawei-дікіндей блоктан шығару батырмасы бас бармақтың астына орналасқан. Меніңше өте ыңғайлы. Мінекей мынандай жапсырмасын алып тастау керек. Мінекей телефон 2 толық размерлі сим-карта салынады. Мына жерде микро SD флеш картасына орын бар. Және қосып көрелік. Huawei-ден айырмашылығы батырмалары қақпағының өзінде орналасқан. Егер сапалы жасалса, онда тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын. Қосып көрейік. Қосылғанша комплектісінде тағы не бар екенін көрейік. Комплектісінде мінекей Quick Start, жылдам іске қосу, түрлі түсті суреттермен ағылшын тілінде көрсетілген. Мына жерде Қытай тілінде. Бұл да Қытай тілінде не екенін түсінбедім. Мына жерде қалай ашу керек, сим-карта қалай қондыру керек, сурет ретінде көрсетілген. Бәрі сондай мұқият жиналып салынған. Еуропа стандартына арналған, яғни бизнес стандартына арналған переходник және USB кабель. Бұны ашып қажет жоқ деп ойлаймын. Huawei-де де бұл Xiaomi-де де наушник, яғни құлаққап жоқ. Мінекей телефонымыз қосылды.
Телефон экраны 4,7 дюймді, кеңейтілімі 1280-720 пиксельді құрайды. Процессоры 4 ядролы 1,5 ГГц MTK 6589 турболанған процессоры. Оперативті жады 1 гигабайтты құрайды. Ол ішкі есте сақтау жадысы 4 гигабайт. Камерасы 8 мегапиксельді көрсетілген. Автофокуспен. Әрине, артында жапсырмасы бар. Жарайды, бұны камерасын кейін толық шоудан көре жатармыз, тексеріп. Мінекей барлығы орыс тіліне аударылып, Play Market барлығы қойылған. Мұна бағдарламаның барлығы, бұл жерде root, бұл телефонда root барын көрсетеді. Телефонында Android 4.2 базасында жиналған MIUI операциялық жүйесі. Бұл операциялық жүйе әлемде ең танымал, көп тараған деп айтса болады. Батареясы 2000 мАh. Аз сияқты көрінгенмен интернеттегі қолданушылардың айтуы бойынша жақсы, біраз уақытқа жетеді. Xiaomi бренді Қытайдың өзінің iPhone десе болады. Өйткені қытайлар өздері осы модельмен мақтан тұтады. Ең бастысы барлығы істеп тұр. Ал толық шолуды алдағы уақытта күтіңіздер. Сондықтан каналға жазылып лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.